Жынның әйелін босандырған семейлік акушер әже. Қазақша мистика. Қыстың көзі қырауда шол шаруамен Семей қаласына жол тарттым. Пойызда ығы-жығы адам көп. Қасымдағы орынға жайғасқандардың көбісі ұйқыда екен. Тек менің қарсы жағымдағы төсекке орналасқан ақ жаулық ғана ояу. Шағын столды шынтақтап, терезеден сыртқа көз тастап, ой құшағында отырған оның жанарынан айқын байқалып тұрды. Алайда қою қараңғылықта ештеңе көрінер емес. «Апау, қайдан келесіз?» деп сөз бастадым сабырға жақын үнмен. «Астанадан, балам. Өзің қайда барасың?» деді өзіме қарсы сұрақ қойып. Содан кейін апа екеуміз емен жарқын әңгімелесіп кеттік. Ол кісінің сөзіне қарағанда, өзі Семейде, жалғыз ұлы Астанада тұратын көрінеді. Семейде тұратын досым сырқаттанып, көңілін сұрауға бара жатқанымды айттым. Апа ұзақ жылдар бойы акушер болып жұмыс істепті. Вагонның іші ыстық болса да қолына қолғап киіп отырғанның мәнісін сұрайын дегенде, менің ойымды біліп қойды ма? «Балам-ау, тоңып отырған жоқпын. Тек екі қолым екі түрлі. Сол үшін жұрттан ыңғайсызданамын» деп күлімсіреді. Неге деп сұрайтынымды білді шамасы. Апа өздігінен әңгімесін әрі қарай жалғастырды. Жас кезде өте елгезек болдық. Ұшып қонып, елдің қажетімен көмек үшін еш аянып қалмайтын едім. Тұрмысқа шықпаған кезім. Әке-шешем туысқанымыздың үйіне кетіп, үйде бір өзім қалдым. Тірліктерімді ыңғайлап болып, енді демалайын деп жатқанымда есіктің қоңырауы сыңғырлай жөнелді. Үйдегілер келген шығар деген оймен жүгіріп барып есікті аштым. Ең кездерде дәу қара сұр адамды көріп жүрегім дір ете қалды. Дегенмен де үрейленгенімді сездірмеуге тырыстым. «Қандай жұмыспен келіп тұрсыз?» дегенде қадала қарадым. «Сізден көмегіңіз керек болып тұр. Бір әйел толғатқалы 3 күн болды. Қатты қиналып кетті. Баланы сіздің аман есен босандырып алатыныңызға сеніп келіп тұрмын» деді. Ол бет пішінін өзгертпестен. Мән жайды білгеннен кейін көңілім сабасына түсті. Күнделікті істеп жүрген тірлігімнен несіне қашайын. Жылдам киініп дәрігерлік құрал-саймандарымды алып тез шықтым. Далада жапалақтап қар жауып тұр екен. Анадай жерде парат жеңген төбесі жабыш жана тұр. Жүргізуші шу деп қап еді, ауыздығын қарш-қарш шайнаған қос ат шанан сүйреп жүтке жөнелді. Қар барған сайын үдей жауды. Қолымдағы дәрігерлік қобдишамды ұстап мен отырмын. Жауған қарға қарай көз жасыған соң, маңдайымды білегіме қойып көзімді жұмдым. Арада қанша уақыт өткен белгісіз. Көзімді ашсам, мидай жасып далада жүткейіп кетіп барады екенбіз. Жүргізушіге тіл қатып едім, даусымды жел жұлмалап естіртпеді. Не де болса да әліптің артын бағайын деп үнсіз отырдым. Бір мүйістен айналғаннан кейін қарсы алдымыздан алабұртқан биік тау көрінді. Жүргізуші шу деп еді, қоса тауға қарай тікесінен тік шаба жөнелді. Ал мен болсам шананың жақтауынан ұстап шалқайып отырмын. Бейне бір әлем кемесінде ұшып бара жатқандай күй кештім. Мұндай кезде сабырлық танытқан әбден дұрыс. Пенденің басына не келіп не кетпейді. Жазым болсам оны да көрерім деген ойға бекініп үнсіз отырмын. Бір кезде таудың басында қайдағы ауыл деген ой тағы келді. Таудың үстінде айналасын қалың ағаш көмкерген жалғыз ғана үй тұр. Парат зулап келіп есік алдына тоқтай қалды. Үйден 2 әйел жүгіріп шығып, қолтығымнан демеп шанадан түсіріп алды. Ес ақылым адасып қалғандай күй кештім. Қайда келіп, қайда тұрғанымды білмей жан-жағыма қарағыштай бердім. Әлгі әйелдер сөйлемейді. Тек ымдап қана жол нұсқайды. Енді шындығында да қорқа бастадым. Десе де үйге кіріп, жүкті әйелге көмектесуге тура келді. Әйел жатқан тұста майшам әлсіз жанып тұр екен. Үйге кіргенде олардың құлақтарының сопақша, көздерінің қысыңқы екенін байқадым. Алайда бар назарым әйелде. Байғұс қатты қиналып жатса керек. Өне бойын тер басып кетіпті. Алдымен тамыр соғысын байқайын деп білезік тұсынан ұстағаным сол еді, жүкті әйел баж ете қалды. Қолымды жылдам кер тартып алдым. Іле-шала балада шығып, әйел аман есен босанды. Есік жақта тұрған әйел мені ымдап өзіне шақырды да дала жақты нұсқады. Мен де кету керектігін түсініп сыртқа қарай беттедім. Шанада қара сұр адам күтіп тұр екен. Шу деп еді, парат шаба жөнелді. Бір ғажабы, бұл жолы келген жолымызбен емес. Тауды шеңбер жасайын ала түстік. Үйге жеткенде қар басылып, аспан мұнартып қана тұрды. Қонаққа кеткендер де енді келген сияқты. Менің ақ қырау болып жетіп келгенді көріп бәрі үрейленіп қалды. «Қайда жүрсің?» дейді бәрі.
Үйге кірген соң бәрін түсіндіріп айттым. Бірақ олар менің бірде-бір сөзіме сенген жоқ. Таудың басында ешқандай да үй жоқ дейді әкем. Ал шешем кемсеңдеп жылап, жын шайтан ертіп кеткен жоқ па сен әйтеуір дейді. Мен не айтарымды білмей қалдым. Шешем тұспалдағандай жын шайтан болуы мүмкін деген күдігім үдей түсті. Інім болса, жындардың мұсылманы, кәпір болады. Сен бағыңа орай мұсылман жындарға жолыққансың ғой. Өйтпегенде бірден жынданып кетер едің дейді әзілдеп. Әркім әртүрлі болжам айтып жатыр. Мен әлде болса өз-өзіме келе алмай отырмын. Шешем байғұс маған қатты алаңдап темір қыздырып шықтады. Аздан кейін үйге көрші Қияс деген кісі келді. Біздің абыр-сабыр болып жатқанымызды көріп бас сұққан сияқты. Болған жайды ол кісіге мүлдем білдірмеуге тырыстық. Шай да дайын болды. Бағана бірдеңе көріп өз көзіме өзім сенбей сендерге айтайын деп келдім дейді көрші Қияс. Дәл мынау сендердің үйлерінің алдынан алып қара құс көтеріліп ұша жөнелді. Өз көзіме өзім сен алар емеспін. Қос үйде үлкен болып көрінді. Әйтеуір батыс жақты бетке алып ұша жөнелді. Ол не болғаны сонда? Сол жерде Дүйсен де кетіп бара жатты. Айқайлап шақырып ем, артына бұрылып та қараған жоқ. Үйіне қарай тартып барадыр екен деп таңданыспен қарады бізге. Осыдан кейін көрші Қиясқа болған жағдайды баяндап бердік. Міне ғажап. Әлгі Парат алып құсқа айналып ұшып кеткен бе сонда? Паратты шанадағы Дүйсен емес пе деген ой келді. Содан кейін жын шайтанның әйелін босандырып келгеніме шүбәсіз сендім. Ал Дүйсеннің ертесі қатты науқастанып, төсек тартып қалған естідік. Содан бері бір шама жыл өтті. Әлгі әйелдің денесіне тиген қолым сол қалпы еш өзгеріс қалып қойды деп, қолын қолғаптан шығарып көрсетті апа. Адам айтса нанбас. Бір қолы бой жеткен кезіндегідей жап-жас қалпында да, екінші қолы тарамыстанып, қартайып кеткен екен. Пойыз Семейге таң ата келіп тоқтады. Жапалақтап қар жауып тұр екен. Апа пойыздан түсе салып, қос қолын жауып тұрған ұлпағарға төсеп астырды да, бетін сипап жөніне кетті. Қызық. Сонда апаның қолына қандай тылсым күш әсер етті екен, а? Пікірлеріңізді күтемін. Автор Бектұрған Лақаділ. Оқыған Эльдар Аленов. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.